Әпке, аға, сіздер не істеп жатырсыздар? Келе ғой, біз жануарлар жайлы кітап оқып отырмыз. Бұл му, ал бұл Әй ақылдым менің, бұл бұзау, ал мынау қозы. Жүре ғой, біз саған оларды жақыннан көрсетеміз. Біз қазір жайлауға барамыз. Ол жақта абайлап жүру керек. Тентек болма. Балақай бұл жануар түйе, ал қасында кішкентай боталар бар. Оның сүті шұбат өте пайдалы. Ол адамдарға сүт, жүн және көмек береді. Ал бұл жануар жылқы, қасында құлындары бар. Оның сүті қымыз өте дәмді. Жылқы адамдарды тасиды, сүт береді, көлік сияқты көмектеседі. Ал бұл сиыр мен бұзау. Ол өте ақылды жануар. Оның адамдарға пайдасы өте көп. Оның бір ғана сүтінен көптеген тағамдар жасауға болады. Мысалы, құрт, май, қаймақ. Ал бұл қой мен қошақан. Ол бізге жүн береді. Жүннен жылы киім жасайды. Бұл есек пен оның қодығы. Есектер адамдарға жүк тасуға көмектеседі. Ол торай. Ол да үй жануары болғанмен, біз оны көп кездестірмейміз. Тауықтар мен әтеш. Ал мынау сүйкімді балапандар. Олар бізге жұмыртқа береді. Ал жұмыртқадан пайдалы тамақ жасаймыз. Қандай сүйкімді қоян? Қояндар өте жылдам әрі ақылды. Олар бақтағы көкөністерді жейді. Үйректер де адамдарға пайдалы жұмыртқа береді. Кейде бақты сақтайды. Мынау тышқан. Ол дәнді жақсы көреді, сондықтан қаптардың жанында жүреді. Мынау ит. Ол үйді күзетеді, адамдарды қорғайды. Ит адамның ең адал досы. Бұл мысық, ол өте сүйкімді жануар. Және ол өте тазайым болады. Балақай, сен үй жануарларымен жақсылап таныстың ба? Бұл жердегі тамақтардың барлығын біз үй жануарларынан аламыз. Қымыз, шұбат, сүт, құрт, қаймақ, сүзбе. Ал бұл кілем мен көрпелер үй жануарларының жүнінен жасалады.